Бір әже тоқаш сататын автоматтың жанына келеді. Онда соңғы тоқаш қана қалды. Әже тиын салып тоқашты алайын десе, ол кептеріп түспей қалады. Ол ашуланып автоматты теуіп жұлқылай бастайды. Айналасына қарап ешкімнің жоқтығын көреді де, бар күшімен автоматқа соғылады. Ақыры тоқаш түседі. Әже оны сөмкесіне салып, орындыққа отырып өз пойызын күтеді. Қасында отырған бала оның тоқашын жеп жатыр деп ойлаған әже ашуланып тоқашты алдына тартып алады. Бала болса наушникпен әуен тыңдап, тек жымияды да тоқашты тағы жейді. Әже оған ұрса бастайды. Бала ең соңғы бөлікті жейін деп жатқанда әженің көңілі түсіп кеткен байқайды. Бала ойланып тоқашты екіге бөліп, жартысын әжеге береді. Әже оған тіпті ашуланып, жарты тоқашты қолымен мыжып пойызға мінеді. Вагонда отырып сөмкесін ашса, өз тоқашы тиісілмеген күй жатыр екен. Сөйтсе, ол баланың тоқашын тартып жепті. Әже терезеден балаға қарап, оның мейірімділігіне аң-таң болып, кінәлі сезіммен жымияды. Әттең-ай.